Алла Тағала сөзін жалғап айтады: «Валакум фиха жамалун хина турихуна ва хина тасрахун». Ол сол бір жануарларда сіздерге бір сұлулық бар. Хина турихуна ва хина тасрахун. Таңертең оларды жаңағыдегі падаға қосқанда, кешке жақын оларды пададан алып қайтқанда, өріске апарғанда, өрістен қайтқан кездерде де барлығында бір қандайда бір сұлулық бар дейді. Және де сөзін жалғап айтады: «Ватахмилу аthqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus». Сіздер оған өздеріңіз зорға қиналып жететін ұзақ шаһарларға артатын ауыр жүктеріңізді де сол төрттілік малға артасыздар ғой дейді. «Инна роббакум ла рауфур рахим». Раббыларыңыз рауф және рахим деп айтады. Алла Тағаланың Құран менен сүннетте айтқан сипаттары көп. 99 сипат бар бізге белгілісі. Бірақ Алла Тағала сол 99-ның ішіне мына 2 сипатты бізге белгілі болды, айтып берді. Неге? Өйткені жан-жануарлармен байланыстылығы бар екен. Және де біздің қал күйімізге керекті дүние екен. Қандай нәрсе? Рауф дегені өзгенің ауыртпашылығын білуші, жаны ашитын деген сөз. Эмпатия танытатын, оның басына түскен нәрсені білуші. Бірақ рауф сипаты сіз бен біздің қарапайым өзгенің жанын түсінуші деген сипаттан мықтырақтығы. Алла Тағала, мысалы айтайық, біздің басымызға бір қандайда бір қиыншылық түссе, біздің басымызға бір қандайда бір ауыртпалық түссе, сол ауыртпашылық, сол қиыншылықтарды біз өзіміз ғана сезінеміз. Ал екінші бір адам өздігінше сезінеді. Дұрыс па? Оны бірден сезбейді ғой. Мысалы, біреудің тісі ауырып жатса, сіздің де тісіңіз бұрын ауырған. Сондықтан аяйсыз ана кісіге, бір аяулық, жанашырлық танытасыз ғой. Ойбай, тісім қақсап жатыр десе, сіз оны аяп, я, тісің ауырып жатыр ма? Ой, бұл сұмдық қой, миыңа шейін тесіп шығып жатыр ма? Сүйегің қақсап жатыр, ана қалай ауырғанын есіңізге түсіріп, бірақ сіз өзіңіз тарапыңыздан ананы түсінуге тырысып жатсыз, бәрін сөйтеміз, өзіміздің тарапымызда мысал аламыз. Ал Алла Тағала біздің әр қайсымыздың ішкі де сыртқы да жағдайымызды соншалықты білуші. Тіпті керек болса, біз өзіміз түсінбеген нәрселерді білеміз. Өйткені адам баласы кейдеше осы өмірде өзіне не керегінде түсінбейді. Өзінің қай жері қалай ауырып атқанын да түсінбейді. Рас қой? Айтады, мен мазам болмай тұр дейді. Мазаң болмай тұрғанда қай жерің ауырып тұр десе, білмеймін дейді. Бірақ мазам жоқ дейді. Айтыңызшы, сондай бола ма? Көп кездеседі. Көп кездеседі. Біреу маңдай бәрі тырысып тұрады. Не болды тырысып десең, мазам жоқ дейді. Қай жерің ауырып тұр десең, білмеймін дейді. Мазам жоқ дейді. Дәл сол сияқты өзінің қай жері ауырып тұрғанын да білмейді. Өйткені адам ғой. Өзінің сезімдерін зерттемеген, өзінің мақсаттарын, ақыл ойын зерттемеген. Сол үшін болса керек, қазіргі заман психологиясы адамға ішкі мақсатыңды сыртқа қағазға шығарып жаз дейді. Сезімдеріңді зертте дейді. Ана эмоциональный интеллект деп айтады. Өзіңнің ішкі жан дүние мақсаттарын зертте, сөйтіп бақытың табасын дейді. Өз-өзің түсінесің деген сөз ғой. Бірақ білесіз ба? Соны жазып қойғанның өзінде сіз өзіңіз түсінбейтін дүниелер қап кетеді ғой. Өйткені өмір бақи зерттеп өтесіз. Өмір бақи бір нәрсені түсіндім деп бітірдім деген кезде сіз түсінбейтін жаңа бір нәрсе шығарып отырасыз. Өйткені сіз адамсыз. Өмір бақи жаңа эмоциялар, жаңа сезімдер, жаңа пікірлер, жаңалықтарменен жолығасыз. Өзіңізді зерттеп, өмір бақи түзетуменен өтесіз. Міне сөйтсеңіз ғана өмірлік бақытыңыз табасыз. Мен айтқым келген нәрсе рауф сипаты. Алланың ішкі жан дүниені түсінуші дәрежедегі мейірімділігі Алланың біздің өзімізден де артығырағын айтқым келеді. Біз өзімізді білмейміз, Алла бізден артығырақ біледі. Сол үшін бізге керек емес нәрсені беріп жатыр деп ойлаймыз, бірақ Алла Тағала бізге не берсе де біліңіз, бізге ол керек. Алла Тағала бізден алып қойған нәрсені кейде жылаймыз. Алла Тағала менен осы нәрсені ап қойды, маған керек ет деп. Сізге керек емес болғасын ап қойды оны. Біліңіз, Алла білуші, сіз бен біз көп нәрсені білмейміз.
Рахим сөзі ерекше мейірімді. Мейірімі ерекше. Ал енді осы сипаттың барлығы жан жануарларға, осы айтып атқан аяттарға келетін болсақ, төрттілік мал, Алланың жаратқан жан жануарлар туралы айтып осыны білдірді екен. Біліңіз, егер сіздің қол астыңызда Алланың берген сондай төрттілігі болса, оларға аяушылық таныту міндетсіз.